шыққан болатын. Енді бүгінгі осы бүгін секциялық отырысымызды бастамастан бұрын жақсы бір нотада бастауға ұсыныс білдірді құрметті әріптестер. Енді соған көшуге рұқсат етіңіздер. Содан кейін біз өз жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Иғалиұлы, Қарауылтөбе ауылдық округінің әкімі. Садыков Бауыржан Бейсенұлы, Құрайлысай ауылдық округінің әкімі. Газетова Ақжарқын Жұмакелдіқызы, Жамбыл ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы. Бәйтерек ауданы бойынша Төлеуов Әбубәкір Қамбарұлы, Достық ауылдық округінің әкімі. Жандарбеков Манарбек Жандарбекұлы, Бейбітшілік ауылдық округінің әкімі. Қонашев Нұрсұлтан Әлібекұлы, Шалғай ауылдық округінің әкімі. Бөрлі ауданы бойынша Балмұхтен Бауыржан Қадилұллаұлы, Жарсуат ауылдық округінің әкімі. Қадірменді қауым, баршаңызбен бүгін қауышып отырғанымызға шын жүректен қуаныштымын. Енді бүгін киелі ақжайық өңірінің маңызды шара. Өздеріңіз білесіздер, облыс басшысының тікелей бастауымен Батыс Қазақстан облысының ауыл округ әкімдері ауыл биліктері дамуымен серіктестігі жаңа кезең атты алғашқы форумы. Енді көптеген мәселелер осыған дейін айтылып жатыр. Енді өзінің секцияның өзіндей бір идеология, ұлттық идеология, көзге көрінбейтін, қолға ұстай алмайтын, сондай бір өзі нәзік салалардың бірі. Сол салада сіздердің де рөлдеріңіз орасан зор. Қазіргі таңда ел аузында да естіп жатыр. Идеология жоқ, негізгі бұрынғыдай советтік идеологияны аңсап жүргендер де бар. Бұрынғы десек, бірақ ақпараттық заманда, жаһандану заманында құрметті әріптестер, оның қазір біз жаңа кезеңге аяқ бастық. Идеология дегеніміз негізгі мақсаты ол қазіргі адамдарға не жетіспей жатыр, ол әрине қарым-қатынас шектері. Қарапайым әңгіме сол, халыққа жетпей жатырған. Себебі әркім өзінің әлемінде өзі қалып отыр. Слайдты пока айналдырмай қойыңыз. Әркім өз әлемінде қалып отыр. Ол өз әлеміміздегі әлеуметтік желі еліктеу. Сондықтан да мына қазір ауыл округ әкімдерінің рөлі өте орасан зор. Неліктен? Себебі тікелей халықпен байланыс орнататын. Біздер басқарма болғанмен де, бірақ тікелей қарым-қатынасты, негізгі қарым-қатынасты өздеріңіз орнатасыз. Сіздің мамандарыңыздан бастап өздеріңізге мұң-мұқтажын жеткізетін де, соларға мемлекеттік саясатты, ұлттық идеологияны жеткізетін де ол әрине өздеріңіз. Сондықтан сол туралы біз қысқаша бүгін сіздермен әңгіме үлкен сұхбат құрайық деп, одан қалды әріптестеріміз өздерінің салаларында қандай мәселелерге мән беру керек. Мына жерде әріптестеріміз білім басқармасы бар, мәдениет басқармасы бар, дін басқармасы, қоғамдық даму және де су жаңа балалардың құқығын қорғау біздерде басқармасы құрылды жақын арада. Сол басқарманың жаңа басшысы Афиза Болатқызы біріншіден құттықтаймыз, екіншіден сәттілік тілейміз. Бала тәрбиесі ол ұлттың болашағына әсер ететін үлкен бір мәселе. Сол орайда мына әлемде болып жатқан тенденция, енді білмеймін, аяқты да жедік, ұрысты да жедік, бірақ біздерде бала травмасы, детский травма дейді ғой қазір. Популярный мешін болған жоқ, бірақ қазір енді заманның ағымы сондай болып жатыр. Сондай мәселелерге біз бой түзеп жатыр. Соғыс заманы болсын, қай заманы болсын, біздер тарихтан кемшін емес, біз қарап отырсақ, тарихи негізде қарапайымда алысқа да бармай, шынайы соғыс жылдарында халық шығармашылық орталық құрылысы басталып, өзінің жұмысын бастаған екен. Мәдениетсіз ұрпақ ол құрдымға кеткен ұрпақ деп есептейміз. Сондықтан да мәдениет саласындағы ой пікірлері бойынша мәдениет басқарма басшысының атқарушы Мирқат Мұсаұлы сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Манарбекұлы, қайырлы құрметті әріптестер. Баяндама оқып бастарымды ауыртпай
қысқаша ғана өзіміздің мәдениет саласы енді сіздер біздің мәдениет ауылдың жалпы елдің айнасы дейміз ғой, қай-қайсысында ауылдық мәдениет, ауылдық клуб жұмысын жүргізіп келеді. Оның ішінде кітапханамыз да бар. Жалпы алған кезде осы мәдениетке соңғы жылдары жақсы көңіл бөлініп келеді. Оның куәсі өздеріңіз бүгін Нариман Тояғалиұлы баяндамасында айтып өтті. Қанша клуб мәдениет үйі жөнделіп өтті, 25 кітапханамыз модернизациядан өткендігін, оған қоса бүгін енді 23 сәуір ұлттық кітап және кітапханашы күні екендігін атап айтқымыз келеді. Біздің облысымызда да республикадағыдай апталық өтті. 16 сәуірде Сырым ауданында ауылды бастау алып, кеше Орал қаласында қорытындылады. Барлық ауылдағы бар кітапханашыларды кәсіби мерекелерін құттықтауға сөз етіңіздер. Енді мәдениет саласы десе, жаңағы әуелі құрылыс не болмаса жөндеуді айтамыз. Соңғы жылдары еске оған қаражат бөлінбей жатыр. Сондықтан оны қайтадан корректировка жасау үшін тағы да қаражат сұрап жатырмыз. Сондықтан соңғы жылдары тәжірибеміз бойынша ағымдағы жөндеу жерде қадағалау, жазаға тарту функциялары берілді. Қазір тексерістер басталып кетті. Бүгінгі таңда 6 округты тексерді тіл бойынша, номастика бойынша. Ол жерде де әкімдеріңізге беретін мынау тіл туралы заңды басты назарға алуларыңызды сұраймыз. Оған қоса ономастика деген мәселеміз бар. Біздерде мына мектепке ат беру, атау беру, көшеге атау беру сияқты мәселелер көтеріліп жүр. Не болмаса ескерткіш тақта қою, ескерткіш қою, бюст қою деген әңгімелер жиі көтеріледі. Бізге өтінішпен көп ұсыныстар, өтініштер түсіп жатыр. Бірден бір ауыл округ әкімдері сіздердің қаперіңізге беретініміз, бұл көшеге атау беру болсын, елді мекенге атау беру болсын, қандай атау беру болса да тарихи тұлғалар тізіміне кіру керек. Ол тұлға тарихи тұлғалар тізіміне міндетті түрде кіру керек. Ол тарихи тұлғалар тізімі 2 жылда бір рет жаңартылып тұрады. 2 жылда бір рет жаңартылып тұрады. Биылғы жылға біздер 2020 жылға 45 тарихи тұлғаны өткізгендей болып отырмыз. Ол ертең тізімі шыққан кезде тағы да ескертіп айтамыз. Сонан кейін ескерткіш қою мәселесі. Көп жағдайда ескерткіш қою өтініш түскеннен кейін біздер заңнамаға сәйкес заң аясында комиссияға өткіземіз. Облыстық комиссия, одан республикалық комиссияға жібереміз. Ал жаңағы біреу атамның тақтасын қояйын деп едім, үйге ескерткіш тақтасын атын берейін деп деген жағдайда тарихи тұлғалар тізіміне міндетті түрде кіру екенін ескертіп айтамын. Осы бағыттардағы жұмыстар автобустар табу, жолдар кітаппен бірге деген акцияны облыс әкімі негізі өз ұсыныс тастаған болатын. Орал қаласындағы маршруттарда, сонымен қоса аудан мен қала арасындағы саласы бойынша байқауларымыз, конкурстарымыз бәрі жүйелі өтіп келеді. Оған сіздердің оқулықтарыңыздан да қатысып, өнерлі балаларымыздан бастап жастарымыз барлығы да қатысып келеді. Енді даталар бойынша, атаулы даталар бойынша биылғы жылда көптеген атаулы даталарымыз болған. Мұхит бабамыздың 185 жылдығы, Дина анамыздың 165 жылдығы, сол сияқты атаулы шаралар көптеп республикалық деңгейде өтетін шаралар бар. Оларға да сіздер атсалысасыздар деген ниеттеміз. Енді сұрақтарыңыз болса, білгіңіз келетін сауалдарыңыз болса, жауап беремін. Рахмет. Рахмет, Михаил Мусаевич. Құрметті әріптестер, бәрімізде ата-бабаларымыз бар. Әрбір қазір жақсы қасиетке айналған ол мына рушылдық мәселесі. Рудан шыққан үлкен батырлар, рудан шыққан аталар, соларға біз қоғамда не байқаймыз, әуестік байқаймыз. Көше атауы мана айтып отыр ғой, Михаил Мусаевич. Бірдегі атау оған әуестікке қойып көрейік, дұрыс нақты түсіндірейік. Себебі Совет одағы кезінде, Совет одағының негізгі не айтатын идеологиясында басты айтатын мәселе не болды? Ол страна памятников дейтін. Ал былай салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Совет одағы құлағаннан кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін 3 есе өскен. 3 есе өскен ескерткіш қою, атау өзгерту мәселелері. Кейбір жер атауларын өзгерту керек, бірақ манағы тарихи тізімдерге енген тізімден алып отырады. Оны нақты, бірақ өзгертеміз деп өзгертеміз, оны сол жерде дұрыстап түсіндіру жұмыстарын бірінші алдын ала жұмыс жасау керек. Себебі бұқаралық ақпарат құралдарында басқа жерлерінде оны басқаша интерпретацияда көрсету мүмкін. Соның ішінде ұлтаралық мәселеде қысымшылық жасалып жатыр, басқа да мәселе, тіл мәселесіне келіп сол жерде көтерілген. Сондықтан да бұл мәселелер әрине дұрыс, орынды, бірақ біз оның барлығын
таразыға салып отырып, арнайы өздеріңіз алгоритммен бірінші бізге орталыққа келіп, арнайы комиссиямен келісіп алып, осындай ұсынысқа содан кейін бастау керек. Ал біздер барлығын шешіп қойдық, қоғам істеді. Енді айттым, мәдениетпен бөлек бірге жүру керек, сондықтан да білім басқармасының басшысы Елдос Нұрбекұлы Сапаров мырзаға сөз кезегі беріліп отыр. Рахмет, Ахан Қадырбекұлы. Құрметті ауыл әкімдері, ауылдық округ әкімдері, сіздерді үлкен шара, осы үлкен форумда қатысуларыңызбен шын жүрекпен құттықтаймын. Қаншама әріптестер жаңа алғыс хаттар алып жатыр. Елге атқарған еңбектердің жаңағы жемісі облыс әкімінің қолынан алып жатыр. Бұл өте үлкен биік марапаттардың бірі. Сондықтан сіздер бәріңізді осындай марапатпенен, осындай форумға келулеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы бұл осындай форумда отырыстар өте пайдалы, себебі бұл тегін біліктілікті арттыру курстары. Осындай отырысқа келген азаматтар, себебі мемлекеттік қызметте білесіздер, мансаптық өсу жолы деген болады. Көп нәрселерді көріп, естіп, ой түйіп, ертең көп нәрселерді үйренесіздер. Әртүрлі салаларды тереңірек біле бастайсыздар. Біздің байқайтынымыз, өзінің өмір жолын ауылдық әкімдіктен бастаған кісілер көбінесе мемлекеттік қызметте өте тұрақты, білікті, мықты болып келеді. Себебі олар көп нәрсені ең төменнен бастап көрген, халықпен жұмыс жасаудың қалай қиындықтарын, бұрылыстарын меңгерген азаматтар болады. Жалпы біздің білім саласы туралы ақпаратты алған пайдасы мол деп есептеймін. Сондықтан осы Қайыржан Ермекұлы арнайы тапсырма берген, сол кісіден берген айтылған тақырыптарды мен сіздерге қазір көрсетемін. Келесі слайдты өте беріңіз. Жалпы біздің облысымызда қазіргі уақытта 382 мектеп жұмыс жасап жатыр. 126 мың оқушы білім алуда. Бұның бір ерекшелігі біздің Батыс Қазақстанның 298 мектеп, яғни 78% осы мектептердің ауылдық жерлерде орналасқан. Ал енді жаңағы 126 мыңның бар болғаны 14 мың оқушы ғана ауылдық жерде, қалғанының бәрі қалада. Қаланың бір мектебі тиіп тұрған қарсы мысалға 42 мектеп бар, 2000 жарым оқушы бар бір мектепте. Біздің аудандарда тұтас, мысалға Қаратөбе ауданында 2000 жарым оқушы бар тұтас бүкіл ауданда. Сондай біздің диспропорция дейді. Келесі слайдқа өтейік. Енді жалпы республикадан да сіздер басқа облыстарға назар жүгіртіп қарасаңыздар, біздер осындай аудандар ішінде шағын жинақты мектептер. Тасқала, Ақжайық, Сырым ауданында осы оқушы саны аз, мектептер, шағын мектептер көп дегенді білдіреді. Келесі видеода. Бірақ соған қарамастан өңір басшылығының қолдауымен, облыс әкімінің қолдауымен осы соңғы 3 жылда шағын жинақтарды мектептерді салу, жаңарту, заманауи құралдармен технологиялық жабдықталған мектептерді жасау жұмыстары қарқынды түрде жүріп келе жатыр. Олардың барлығы ауыл мен қала арасындағы білім сапасындағы алшақтықты азайту бағытындағы жұмыс. Бұлар жай ғана құрылыс нысандары ғана емес, инвестицияға, жас ұрпақтың жақын келешегіне салынған нақты қадамдар. Енді атап айтқанда ауылымызда 30 мектеп салынып пайдалануға берілді осы 3 жылдың ішінде. Бұлардың келешек мектептері жобасымен 9 мектеп, оның 4-еуі ауылдық жерде 3300 орындық мектеп 4-еуі, ал сонымен қатар 2106 орындық 19 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Осы жерде 3 жылда 3 миллиард қаржыға ауылдық жердегі тірек мектептердің әлеуеті артып, әрбір аудан орталығында бір мықты заманауи мектептер салып, ондай мектептерді қаланың мектептері көрсе, мектеп директорларының басшыларын апарған кезде таңданып бастарын шайқап, бұндай құрал бізде жоқ деп. Қаладағы заманауи лицейлерде жоқ құралдар қазір әрбір ауданда бір Қазақстан халқы қорының қаржыландырумен барды. Енді бір біздерде қаржы қазір көп салада кішкене жетіспей жатыр.
бірақ былтыр 2 миллиард 151 миллион теңге тұратын сомада облыс әкімінің орынбасары Қайыржан Ермекұлы тікелей өзі қатты жұмыс жасап, Астанадан барып осы фонд, Желкен Foundation деген фондтан инвестиция тартып әкеліп біздің облысқа құйды. Соның арқасында 71 мектепке, әртүрлі ауылдарда, шалғай ауылдарда 143 заманауи кабинетпен жабдықталды. Бұл үлкен жұмыс. Әрбір ауданда тең дәрежеде бөлдік. 51 мектеп барлық аудандарда бар. Сіздер оны хабардарсыздар деп ойлаймын. Енді келесі айтқан өтейік. Келесі өте керек. Жалпы осы жерде айту керек, білім сапасы дейтін жалпы біршама ауылдар, қазір аудандар облыстың көрсеткішінен алға қарай өтіп кетті. Презентацияда көріп отырсыздар. Орта көрсеткіштен қаладан асып кеткен аудандар бар білім сапасы жағынан. Бұның өзі нені көрсетеді? Мына кеңес үкіметі кезінен бастап 1970 жылдардан бұрын 60 жылдардың аяғында совхоздар құрылған кезде совхоздар құрудың басты мақсаты ауылдағы мектеп пен қаладағы мектептің білім сапасын теңестіру деп ертеден кеңес үкіметі құжаттарға жазған екен. Әлі күнге шейін өзекті болып отыр 60-70 жылдан бері. Сондай жағдайда біз тәуелсіз Қазақстанның кезінде енді қол жетіп жатыр. Қаладағы мектептен асып кетуге. Оның себебі неде? Қалада бір мектепте мысалға 30 оқушыға шейін отырады. Мұғалім 10 жерде күшті шебер мықты жағдайлар жасап тұрса да, балаға беретін зейіні, балаға бөлетін ықыласы төмендеу. Ал ауылды жерде 4-5 оқушы, 10 оқушы отырады. Оқушы өзі мұғалім орта болмай мұғалім болса да, оның тиімділігі жаңа қалада мықты деп тақтап тұрған шебер мұғалімге қарағанда тиімділігі артығырақ. Ауылдың оқушылары қазір алғашы озып отыр. Бұл осы үдеріс соңғы 2 жылда байқалған ғана үдеріс. Әсіресе бұл жерде облыс көрсеткішінен жоғары тұрған Тасқала, Бөкей Ордасы, Қазталов, Ақжайық, Жаңқала аудандарын айтуға болады. Алға қарай келесі көрейік. Жалпы мына жерде республикаға барып топ жарып отырған оқушылар туралы айтатын болсақ, 2024 жылы Ақжайық ауданы Абай атындағы мектеп-гимназияның оқушысы Зайдуллина Аруна үздік ауыл мектебінің оқушысы атанған. Ол республикаға барып топ жарып келіп отыр. 2025 жылы Қазталов ауданы Кенжебек Медалиев атындағы мектептің оқушысы Абуханова Саида үздік ауыл мектебінің оқушысы атанды. Биыл 2026 жылы Бөкей Ордасы ауданы кеше нәтижесі шықты. 22-ші сәуір күні үздік ауыл мектебінің оқушысы 2026 атағын иеленді. Бөкей Ордасы ауданы Банчикометов атындағы жалпы орта білім беру мектебінің оқушысы. Бұл көрсеткіштер жалпы ауылдық оқушылардың республикадан барып топ жарып жатқандығының көрінісі және биылғы олимпиададан облыстық этапта былтыр Қазталов ауданы орын алған кезде Қазталов ауданының завайымысына, аудандық білім беру бөлімшесіне мен 2 айлық лауазымдық жалақысының көлемінде сыйақы бергіздім. Себебі республикадан оқушы топ жарған кезде ауылдық оқушы. Сосын қалған барлық завайымаларға тапсырма бердім. Сіздер ауылдарыңызды көтеріңіздер, олимпиадаға қатысу көп. Бірнеше жылдан бері қатыспай қалған ауылдар бар. Ешқашан олимпиада жеңімпаз шығарып көрмегендер бар. Сондай ауданның бірі ең соңында Бөкей Ордасы ауданы тұр екен. Бөкей Ордасы ауданының завайымысы ол ауылдық округтың кезіндегі басқарған адам болды, ауыл әкімі болған. Ол кісі намысқа тырысып. Басқа кісі болса, ой, ондай бізге олимпиада орын алу қайда, қиын ғой деп ұмтылмауы да мүмкін. Ол кісі былтыр осындай наурыз айындағы берген тапсырма бойынша қатты жұмыс жасады. Биылғы жылы келіп облыстан 12 ауданның ішінде бірінші орын алды Бөкей Ордасының командасы. Және оларға күн райы бұзылып кетіп, полиция оларға рұқсат бермей, облыстық полиция шығармай берді. Көктайғақ болып жатыр деп. Барша өзі завайына жалынып жатыр. Барша үмітіміз осыларға 1 жыл бойы шұғылданып едік, нәтиже көрсетейік шештік. Солар облысқа сосын рұқсат алып, сол үшін облыс әкімі Нәриман Төреғалиұлына арнайы кіріп шықты. Полиция департаменті тоқтатып жатыр, мыналарға рұқсат берейік шеді. Нәриман Төреғалиұлы рұқсат берді, ауылға звондады, келді. Нәтижесінде облыстан Бөкей Ордасы бірінші орын алды. Бірінші тарихында осы облыстан орын алмаған балдар.
Енді республикадан да барып соның баласы мысалға айтып бірінші орын алып жатыр. Сонда бір жыл ішіндегі еңбектің өзімен де көп нәтиже көрсетуге болатындығының бұл бір мысалы. Қай ауданда да, қай ауылда да солай еңбек жасауға болады, және ол оқушылар облыс деңгейінде емес республикаға барып та топ жара алатындығының көрінісі бұл. Келесі презентацияға өтейік. Сонымен қатар мына жерде ерекше атап айту керек, Сырым ауданында бір сен осылай реновациядан өткен мектептердің біреуі Жосалы ауылында өткенде соған бардық. Ауылдың халқы бәрі қуанды. Бұл президенттің тапсырмасы, бұл 300 мектепті жасау деген. Сонда халық қуанды, бізге ремонттан өткен мектеп емес, жаңадан салып берген сияқты деп ықылас тілектерін білдірді. Сол жерде бір топ оқушылар өздерінің жобасы бар екен, Арқаты өзенін тазартып, жаңағы аман сақтауға ұмтылып, өзен арналарын тазартып, сондай көп жобалар жасайды екен. Солар өз презентациясын көрсетіп, сол ауылға барған кезде жаңағыдай айтты. Содан кейін өздерінің арман тілектері министрдің қабылдауына жеткісі келеді екен. Сосын ол оқушыларды сол желтоқсан аяғында көрдік. Сосын биылғы оқу жылының басында өздері шығармашылық мультфильмдер жасаған ниетпен біз басқармада қабылдадық. Сосын ЗКТУ дейді ғой, Батыс Қазақстан агротехникалық университеті қанатында, соған сайысқа қатысты ректорына мен құлақ қағыс етіп хабарлап бердім, жобасын таныстырдым. Кейін өзі басқа да командалар жан-жақтан облыстық жарыс өтті ғой. Сол жарысқа барып, мына 9 оқушы бірінші орын алып, әрқайсысы 900 мың, 5 оқушыға әрқайсысы 900 мың теңгенің грантын алып, 4 миллион жарымға бірінші орын тұратын осы оқушылар Анқарты өзенін істеп жүрген. Ауыл қайсы? Алғабас Қаналиев атындағы мектепті. Солар бірінші орын алып, енді олар біз қабылдадық, істедік, өзіміз облыс деңгейінде осылай жұмысын жасап тоқтаттық. Енді жаңа Дархан Қаныбекұлы Афиза Болатқызын таныстырдыңыз сіздерге, бала құқықтарын қорғау жөнінде. Сол біздер көреміз де, өтіп министрмен кездескісі келеді, біздер шектеліп қалған адамдармыз, ол қараймыз да, ол бір арман болашақта бола жатар деп қараймыз. Ал ол жаңадан құрылып жатқан басқарма Афиза Болатқызына бір кездесуге сәтін салып, осы оқушылар кездескен ғой, айтқан, мына жерде министрмен кездескіміз келеді, мына орын бос тұр, сол суретті саламыз дейді. Содан Афиза Болатқызы министрлікке жаңағыдай депутаттар корпусына шығып, парламенттегі шығып, ар жағын ұйымдастырып жүріп, ана суретте тұрған олар экология министрімен кездесіп, ОХА министрімен кездесіп, осы оқушылар Астанаға барады. Сонда ауылда жүріп, таза Қазақстан идеясына жұмыс жасап, өздерінің қарапайым жұмыстарымен осы оқушылар үлкен нәтижеге жетті. Енді кездесу дегеніміз өте беріңіз. Мына суретті алдарыңызға қойып отырмын, әріптестер. Жаңа Дархан Қаныбекұлы сөз басында аңғарып отырмын. Сіздерде жұмыс өте ауыр, өте көп деген сөздер айтылды. Бұл рас. Мен сіздерге мынадай білім саласынан болғаннан кейін есеп жасырғым келеді. Анау 1 сантиметр кесіндідегі нүктелердің саны көп пе, әлде ана 10 сантиметр кесіндідегі сыды кесіндісіндегі нүктелердің саны көп пе? Соған кім жауап берер екен, қайсысында нүктелер саны көп? Бірдей ме? Қашан болсын? Бірдей болсын. 1 сантиметр болсын, жоқ, ана ішінде нүктелер көп қой енді. 10 сантиметр көп болады. Неге 10 сантиметрде көп болады? Ұзын. Яғни 1 сантиметр неше болса, 10 сантиметр 10 есе. Дұрыс айтасыздар. Яғни көлемдік қатынаспен қараған кезде 1 сантиметрде қанша нүкте бар болса, ана екінші кесіндіде 10 есе содан көп болады, яғни нүкте саны 10 есе көп болады. Енді математикада білімде тағы да екінші бір көзқарас теория бар. Көп аздығын бүйтіп сәйкестікпен тексереді. Келесі презентацияға өтейік. Мына жерде ана ағы мен сыдың шекішетін қосып жіберсе, о деген нүктеге қиылса, содан бастап ана ағы кесіндісінде жатқан кез келген нүктеге сыды да кез келген нүктеге сәйкес қоюға болады.
яғни жаңа бір әріптесіміз айтып қалды, тең ғой, ол тек екі шетін қарап тұр ғой. Бірақ ортасындағы нүктелердің де саны тең, ерекше бір құбылыс. Бұл білімнің өзінің құпия сырларының бірі осында жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл сіз ауыл әкімі боласыз ба, аудан әкімі боласыз ба, облыс әкімі боласыз ба? Иә. Былай көлемі кішкентай сияқты көрінгенменен кез келген менеджер басқарушының қызметі бәрінде де тең екендігін, жауапкершілік терең екендігін және олардың қызметінің саласы ауыр ауқымды екендігін бірдей екендігін көрсетеді. Үгіліп қарайтын болса, себебі сыртынан қарағанда сыртынан бір командамен басқару оңайды, ана жерде халықпен бетпе-бет кездесіп кетіп сол мәселелермен шұғылдану өте күрделі нәрсе. Сондықтан ауқымды да ауыр жұмыстар сіздер атқарып жатырсыздар. Осы соңғы 2 жылда біз бірде бір ауыл мектебін жапқан жоқпыз. Негізінде нормативке сәйкес келмейінше ауылға тиіспіз. Шығын қымбат. Мысалы қаладағы оқушыларға, бір оқушыға бір жылда үкіметтен кететін қаржы әрі кеткен кезде 500 мың теңгеге кетеді. Ал жаңағы ауылда, шағын ауылда отырған балаға кететін қаржы бір балаға 3 миллион теңгеге кетеді. 500 мың, 3 миллион. Сондықтан ауылды жаппаған жақсы, бірақ қаржы бюджетке салмақ көбірек түседі. Бірақ соған да қарамастан, сондай қаржы кетсе де, әзірге сол біз өз жауапкершілік мойнымызға алып, біз бірде-бір мектепті жаппай отырмыз. Енді осы білім саласындағы сұрақтарменен мүмкіндігімізше сіздерге ақпарат беріп жатырмыз. Басқадан жаңағыдай сұрақтар болса, әрине біздер жауап береміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мұғалім статусы бар ма? Біздерде әрбір салада отырсақ, осы жерде мәдениет болсын, білім басқармасы болсын, дін істері басқармасы болсын, саясат болсын, барлығының қызметін атқаратын бір ғана аппарат ол ауыл округтесіздер. Сондықтан сіздерге салаларыңыз өте күрделі, өте жауапкершілігі мол сала. Сондықтан да сіздердің қызметтеріңізді өте жақсы түсінемін. Өзім де ауылдан өскенмін. Енді сіздердің қызметтеріңізге мен сәттілік тілеймін. Әрине сіздердің жұмыстарыңыз көрінбейтін жұмыс. Бірақ бір нәрсені білу керек. Сіздердің істеген қызметтеріңіз қазір көрінбегенмен бір уақыттарда сізге рахмет айтып, сол қызметтеріңізді айтып отыратын кез болады. Сондықтан да сәттілік тілеймін. Енді жалпы әрбір саланың өзінің бір даму бағыты болады. Әлеуметтік сала болсын, ауыл шаруашылық болсын, идеологиялық болсын. Енді біз идеологиялық бағытымыз егер де тұрақты толығыр мемлекет болсын десеңіз, жалпы осы идеологиялық тұрға өте қатты мән береді. Әрине маған айтқандай, идеология ол ешқашан да көзге көрінбейтін, болмас болмайтын дүние. Соның ішінде дін мәселесі. Енді дін мәселесі өте күрделі, өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта ел аузында жүрген, барлық жерде талқыланып жүрген осы дін мәселесі. Әрине мемлекет бұл дінге қарсы емес, мемлекет дәстүрлі дұрыс құндылығымен дамуға маған діннің мүдделі. Бірақ мемлекет субъектарымен міндетті түрде күреседі және алдын алады. Енді мен сіздерге біз зайырлы мемлекетпіз. Зайырлы мемлекет дегеніміз діни догмаларды қолданбай, құқықтық негізде ғылыми түрдегі принциптерді қолдану болып саналады. Енді зайырлы мемлекеттер негізі әлемде зайырлы мемлекеттер 90%-дан астам мұсылман халық тұрады екен зайырлы мемлекетте. Яғни 10% ғана діни догмаларға негізделген принциптегі елдерде өмір сүреді. Қалған 90% мұсылмандар осы зайырлы мемлекетте өмір сүреді. Сондықтан да зайырлы мемлекет бұл өте қазіргі уақытта жалпы әлем бойынша тиімді жүйе болып тұр. Енді зайырлы мемлекеттің өзі бөлінеді негізі. Барлық әлемде бір зайырлы жүйе жоқ. Сондықтан да біздің Орта Азиядағы Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, Қазақстан болсын, біздің зайырлы бағытын идентификациялық дейді. Идентификациялық дегеніміз бұл негізгі біздің ата-бабамыздың құндылық мұрасын сақтап соны дәріптеу. Зайырлы. Ал мысалға Турция, түрік мемлекеті ол идентификациялық емес, оған бір дінге басымдылық берілетін жүйесі бар. Ал Франция болатын болса, мысалға айтып отырмын, ол керісінше лаицистік
яғни діннің рөлін төмендету. Сондай бағытта осындай зайыр деп ойлайды. Енді біздің Қазақстанға келетін болсақ, зайыр мемлекеттегі идентификациялық біздің ата-бабамыз ұстанған, мың жыл бойы ұстанған діні ислам діні деп келеді. Енді слайдты қозғасақ, мына зайыр мемлекеттер енді негізгі өзінің принциптері көрсетілген. Ары қарай жүретін болсақ, Қазақстан Республикасының негізгі конституциясында көрсетілгендей, бұл демократиялық зайыр мемлекетте көрсетілген. Бірақ дегенмен де дін және діни бірлестіктер заңы бар. Сонда да осы мемлекет діннен бөлінген, дін мемлекеттен бөлінген деп көрсетеді. Бірақ өзіңіз білесіз, ауылда да көріп жүрсіз, қоғам ол діннен бөлек болмаған.